саламатсыздар ма балалар? Біз қазіргі өтіп жатқан сабағымыздың тақырыбы қандай? Көксерек. Біз бұл шығармамен таныстық, шығармамен. Сендерге осы шығармада ұнаған тұстар бар ма? Азамат айта ғой. Оған ұнаған тұстары көксеректің бастан кешкен оқиғалары. Аха, жақсы. Көксеректің батылдығы. Көксеректің батылдығы. Сейтмұхамед. Көксеректің өлтіріп кезіндегі ұрлығы, жарайсыңдар. Балалар, бүгін біз сол көксеректі ары қарай жалғастырамыз. Сабағымыздың тақырыбы көксерек пен аққасқаның айқасы. Оқу мақсаты әдеби шығарма сюжетінің құрамдас бөлшектеріне талдау, көркем шығармадағы кейіпкерлердің портреті мен іс-әрекеті арқылы образды ашу. Балалар, мына тапсырмаға назар аударыңдаршы. Төменде берілген мақал мәтелдерді бір-бірімен сәйкестендіріңізші. Бірінші, кім айтады? Иттің иесі болса, айта қояды. Бөрінің тәңірісі бар. Аха, жақсы. Екінші, ауыл иті ала болса да, кім айтады? Аха, айта қояды. Бөрі келгенде бірігеді. Бірігеді, жақсы. Қасқырды қанша асырасаң да, Нұрайым. Ұлиды, жақсы. Келесі, қасқырды сұрлығы үшін емес, ұрлығы үшін ұрамыз, жарайсыздар. Енді балалар, біз мақал мәтелді оқыдық, ортақ қандай мәселе бар екен? Айта ғой. Ортақ мәселесі бұл көксерек әңгімесімен тікелей байланысты. Себебі көксерек әңгімесінде көксеректің ұрлығы, басқа да өзінің қанша сұраса да ормаға дұрыс айтасың. Жарайсың, жақсы. Балалар, біз үш топқа үш түрлі тапсырма береміз қазір. Бірінші, фишбон әдісі арқылы бірінші топ сендерге шығармада берілген үзінді бойынша көтерілген мәселелерді айтасыңдар, оған себебін дәлелін келтіріп қорытындылаймыз. Жарай ма? Сендерге тапсырма. Екінші топ сендер композициялық құрылымына қарай талдайсыңдар. Тапсырманы бірігіп орындаймыз және айтамыз. Үшінші топ сендерге шығармадағы үзінді аққасқа мен көксеректің ұқсастығы мен айырмашылығын жазасыңдар сендер. Жарай ма? Тез орындаймыз тапсырманы. Балалар, тез орындаймыз. Көмектесеміз бір-бірімізге. Өз ойларымызды айтайық. Жақсы. Бір-бірімізге көмектесеміз, алғысыз. Болды ба, балалар? Үшінші топ болды, тапсырманы орында. Екінші топ болды ма орында тапсырманы? Жақсы. Енді бірінші топты күтейік. Жарайсыздар. Ең бірінші бізде тапсырма фишбон әдісі бойынша, көксерек шығармасында көтерілген мәселелерді айтып шығайық. Қандай мәселе көтерілді? Сейтмұхамед айта ғой. Адам мен табиғат арасындағы бір-біріне байланысты түсініксіз берілген. Оған қандай себебін көрсетіп айтайықшы. Адамдар қасқырлардың тіршілігіне орынсыз араласуы және оларға қиянат жасауы. Қиянат жасау біз шығармадан көрдік. Дәлел келтіре бастамыз сол шығармадан. Адамдар қасқырлардың ойрандауы көксеректің ауылда тіршілік етуге мәжбүрледі. Жақсы. Қорытынды, кім айтады қорытындыны? Көксерек емес, және де адамдар да қарсы болды. Кінәлі. Құлмаштың өліміне тек қана көксерек емес, адамдардың өздері кінәлі екен. Жақсы. Екінші топ композициялық құрылымына қарай талдау болған сендерде. Кім айтады бұл топты? Мұхаммед, сен айтасың ба? Айта ғой. Оқиғаның басталуы, яғни Құлмаш өз ауылына бөлтірікті алып келуі, яғни қасқырдың баласын. Және де сол қасқырдың баласын өзінің иті секілді асыраймын деп ойлады. Оқиғаның байланысы
иттер мен адамдардың оған деген қарсылығы. Яғни айтқанда адамдар да ол бөлтірікке қарсы болды. Себебі ол кейін бізден кек алады деген ойда болды. Оқиғаның дамуы. Яғни ол бөлтірік өзінің ауылына бейім бергеннен кейін ол жабайы тамақты өз еркімен алып, яғни тонай бастады. Ұрлық жасай бастады, иә? Жақсы. Оқиғаның шиеленісі. Яғни айтқанда бөлтірік уақыт өткен сайын өсе беріп, ол үлкен жақсы күшке ие болды. Яғни өзінің алдындағы иттердің біразын талай алатын күшке болды. Оқиғаның шарықтау шегі. Яғни ол бөлтірік, яғни көксерек өзі өсіп, яғни ауылдан бөлек кетеді. Ауылдан бөлек кетіп, құрмашты кездестіріп, құрмашты өлтіріп қояды. Иә, өлтіреді. Осылай аяқталды, иә, шығарма. Жақсы. Балалар, енді келесі бізде шығармадағы аққасқа мен көксеректің айқасы. Кім айтады? Іс-әрекеттің ұқсастығы мен айырмашылығын? Көксерек ол жыртқыш, және де қорғамай, мейірімсіз, және дала санилары, дала тарысы болды. Тағы да бұл арлан қасқыр еді, көксерек. Жақсы. Келесі аққасқаны кім айтады? Айта ғой, Темірлан. Аққасқа қолдан тамақтанады, және де өз иесіне еркелейді. Өз иесінің айтқандарын тыңдап жүреді. Так, бұл көксеректің досы болады ма, аққасқа? Жоқ. Жоқ, оған қарсы, иә? Жақсы. Отыра қойыңдар, балалар. Енді осы шығарманы оқи отырып, балалар, сендер қандай ой түйдіңдер? Қандай ой түйдіңдер? Өздері қойыңдар. Айта қойыңдаршы? Айта қой. Қасқырды қанша асырасаң да орманға қарап ұлиды демекші, біз қасқырды қанша асырасақ та оны үй жануары ретінде асырай алмаймыз. Асырай алмаймыз. Мұхаммед. Және де ол қасқыр болғандықтан ол даланың еркесі, себебі оны қолға асырау ол өте қате жұмыс. Себебі ол жабайы жануар болғандықтан ол жабайы далаға бейімделген жануар. Себепті сондықтан да оны қолға ұстаса ол қанша деген орманға қарап қоятындықтан ол кек алуы не болмаса иесін өлтіріп қоюы мүмкін. Иә, соға дейін бару мүмкін, дұрыс, жабайы. Келесі, сендер өз ойларыңды айтасыңдар ма? Айта қойшы. Адамдар басқа да қасқырларға немесе басқа да жануарларға өз тіршілігіне араласпау керек, иә? Араласпау керек. Және де оларға көбінесе адамдар жануарларға қиянат жасайды. Балалар, біз бұл шығармада адам мен қасқырдың айқасын көрдік, иә? Күресін, өмір үшін күресін көріп отырмыз, иә? Жаңағы үй жануар мен дала тағасының айқасын көріп отырмыз, иә? Сол арқылы бізге басқа ой тууға мәжбүрлеп отыр. Түсінікті ғой, иә? Яғни бұл жерде зұлымдықта, әкеліп жатқан жауыздықтың барлығына шығуына адамның өзі себепкер болып тұр. Дұрыс па? Бала құрмашқа бөлтірікті алып келді, иә? Сол бөлтірік қанша оны бағып, қағып, өзі түн баласына қасына алып жатқанмен де не істейді? Өзінің жабайылығын, зұлымдығын істейді. Бірақ бұған шығуына адамның өзі себепкер болып тұр. Дұрыс па? Ал екінші жағынан бір ой келеді, яғни қоғамда болмаса барлық тіршілік иелері біз оларды бағыттара алмаймыз. Олар өз тіршілігімен өмір сүру қағидасы бар, иә? Яғни көксеректі алып келді. Ол барбір қасқыр екенін дәлелдеді, иә? Жабайылығын көрсетті. Тағы да қандай ойларың бар осыған? Тағы қандай ойды айта аласыңдар? Перус айта ғой. Қасқыр не дегенмен жыртқышан, сол себептен оны былай көбінесе кейбіреулер асырап жатады, бірақ оны асырағанмен көбінесе өз егесін өлтіріп алады. Және де ол кейбір малдарға шабуыл жасайды, яғни өлтіріп, оны азық ретінде жейді. Бұл жерде адамдардың іс-әрекеті дұрыс па? Жоқ, дұрыс емес. Келіспейміз, иә? Яғни адам тіршілікпен қатар бұларда есі ретінде қарау керек.